Ақтөбеде атамекен стартап бизнес жобалар байқауы өтті. Қайта құрылған ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған шараға 370 адам жобасын ұсынды. Палата әсіресе ауыл кәсіпкерлері мен жастарға қолдау көрсетуді мақсат етті. Ірі кәсіпкерлер ұйымы облыстың барлық аудандарында филиалдар ашуды жоспарлап отыр. Бөлімше мамандар жергілікті жердегі проблемаларды жоғарыға жеткізіп, ауылдағы кәсіпкерліктің дамуына жол ашпақ. Несие рәсімдеу, семинар, тренингтер өткізу, құқықтық кеңес беру сынды шараларды ұйымдастырады. Байқауға шалғайдағы Байғанин ауданынан қатысқан бір топ жастың қуанышында шек жоқ. Олардың жобасы жүздеген бизнес идеялардың арасынан үздіктеп танылып, 4 миллион теңге ұтып алды. Жоба қандай десеңіз, кәдімгі тар өндірісін дамыту. Ауылдың 10 шақты жасы қазақтың ұлттық тағамын жаппай сатылымға шығаруды көздейді. Ірі сауда желілері мен жекенің дүкендерінде еркін сатылса деген жоспарлары бар. Аудан орталығында цех ғимараты дайын. Шикізатты көршілес Ойыл ауданынан алмақ. Байқаудан алған ақшаға қажетті жабдықтар сатып алады. Жалпы қазіргі кезде қазақтың ұлттық тағамдарының бірі далада, жаңағы базардың жан-жағында сатылып жүр. Неге ол біздің ұлттық тағамымыз супермаркеттерде неге витриналарда тұрмасқа деген біздің Байғанин жастарының ойына келді. Осыны жүзеге асыру болып табылды. Осы тарыны нарыққа шығаратын бірінші, алғаш рет Қазақстанда бірінші яғни өнімді шығаратын біз боламыз. Байқауда берілген қаражатқа ешқандай пайыздық үстеме қосылмайды. Кәсіпкер жобасын іске асырып, шаруасын дөңгелеткеннен кейін ақшаны қайтарады. Яғни ісін жаңа бастаған, бизнес идеясы бар жас кәсіпкерге қолдау көрсетеді. Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы ұйымдастырған байқауда 370 ақтөбелік бағын сынаған. Олардың арасынан 10 жоба үздік деп танылып, қаржылай көмек алды. Идеялар сан алуан. Ақпараттық технология, сервистік қызмет, ауыл шаруашылығы мен құрылыс саласына қажетті жобалар бар. Қазақстанда 20 қалада өткен екен. 20-ші қала Ақтөбе. Қалада емес, бүкіл аймақтардан, бүкіл аудандардан, бүкіл ауылдардан келді. Мен өзім жастарды көрдім. Бәрін көздері жанып тұр, кәдімгі бір үлкен бір несі бар, ынталары бар бір кәсіпкер болатын. Әрине, бірінші біз енді ауданнан келген адамдарға қолдау көрсетіп жатыр. Ол неліктен? Ауданда кәсіпкерлерге несие банктан алуы өте қиын. Қоларбаға таңылған Шахан Жолдасбаев байқауға жобасына келгендердің бірі. Мүмкіндігі шектеулі жан өз тағдырластарының жайын ойлап жүр. Идеясы ыңғайлы, халықаралық стандарттарға сай пандустар салу. Айтуынша қаладағы көптеген ғимараттарға кіру өте қиын. Алысқа бармай-ақ, байқау өткен бизнес орталығының пандусынан Шахан төменге түсе алмады. Бүгін өзі ұтып алған 2 миллион теңгені осы проблеманы шешуге жұмсамақ. Я всегда говорил, да, не делайте для нас без нас. Мен әркез айтып жүремін. Біздің жағдайымызды ойласаңыздар, бізбен ақылдасыңыздар деп. Міне мен бүгін өз идеямды қорғап шығып, грант ұтып алдым. Қаражат құрылыс компаниясымен пандус салу жөніндегі келісімшарттар жасауға жұмсалады. Басы қасында өзіміз жүріп, барлығын қадағалаймыз. Стандартқа сай болу керек. Жүлдегерлер жобаның күрделігіне қарай 100 мың теңгеден бастап 4 миллион теңгеге дейін қаражат алды. Байқауға халықаралық қайырымдылық қоры мен Нұр Отан партиясы қолдау көрсеткен. Палатамен құрылған клубқа елдегі аяғынан тұрған ірі кәсіпкерлер міндетті мүшелік өтеді. Солардан түскен қаржы шағын кәсіпкерлікті дамытуға және осындай бизнес байқаулар өткізуге жұмсалады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.